Баршаларыңызға сәлем-алейкум. Бүгінгі видео тақырыбы Даджал, ақыр заманның үлкен белгілерінің бірі. Ол туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде айтып кеткен болатын. Оның бір көзі солған жүзім секілді, және де маңдайында кәпір деген жазу болады. Оны кез келген адам оқи алады деп айтып кеткен болатын. Жер бетінде ең үлкен фитнаны осы Даджал жасайды. Мәсіх Даджал дейді. Мәсіх деген ол сүрту деген, аудармасы сүрту деген мағынаны білдіреді. Енді осы Мәсіх Даджал жер бетіне үлкен фитна жасайды. Жер бетіне бүкіл адамдарды діннен шығарып кетеді. Жеке-жеке адамға емес, бүкіл қауымға келеді. Түгелдей қауымды діннен шығарып жібереді. Тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан Мекке және Медина қаласына ғана кіре алмайды, өйткені ол қалаларды періштелердің өздері қорғап тұрады деп хадисіне айтқан болатын. Және де бұл Даджал көбінесе қайдан шығады дегенде сұрақтар туындайды. Біреулер Хорасан жерінен шығады дейді. Бірақ нақты хадисте шығыс жақтан шығады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен болатын. Біреулер соны Хорасан деген жерден шығады деп те өзінің тұжырымдамаларын айтады. Енді осы Мәсіх Даджалдан қалай қорғану керек? Яғни ол өлген адамды тірілтіп, адамдарды Алламын деп сендіретін қасиетке ие ғой, Алла Тағала сондай берген ғой. Бірақ одан қалай қорғану керек? Бірінші, Кахф сүресінің алғашқы 10 немесе Кахф сүресінің соңғы 10 аятын жаттап алған адамдар, бізге белгісіз, алғашқы 10 немесе соңғы 10 аятын айтқан адамдар оның фитнасынан аман болады деген. Екінші, намаздан кейін үннема Аллахумма инне аузу бика мин фитнати Мәсих Даджал. Аллахым, Мәсіх Даджалдың фитнасынан сақтай көр деген дұғаны айтатын адамдар, яғни 5 уақыт намазда да соны айтатын адамдар оның фитнасынан сақталады деген. Және де ең иманды, Аллах Тағаланы жақсы танитын адамдар оның фитнасынан сақталады деген. Бірақ бұл жерде қауіп бар. Яғни ең діндар, ең имандымын дегендер оның алдына шықпаңдар, өздерің имандарыңа күмәнданып қаласыңдар деп те пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан болатын. Сондықтан барынша оған жоламауға тырысу қажет. Жер бетінде ол 40 күн болып, адамдардың бәрін діннен, көпшілік адамдар діннен шығарғаннан кейін оны Иса пайғамбар келіп өлтіретін болады. Алла Тағала бізді Даджалдың жамандықтарынан, фитнасынан сақтасын. Және де оған жоламау үшін, оны дұрыс тану үшін Кахф сүресін жаттауға ниет етейік. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.